Қуған жетпес, бұйырған кетпес. Бір адам құдыққа түсіп кетеді. Адамдар жабылып жүріп, оны құдықтан шығарып алады. Зәресі ұшқан адам сөйлеуге мұршасы келмей, қалшылдап, құдыққа түсіп кеттім, құдыққа түсіп кеттім дей береді. Қасындағы бір адам оған ентігін бассын деп, бір кесе сүт әкеліп береді. Ол сүтті ішіп алып, адамдарға құдыққа қалай түскенін әңгімелей бастайды. Қалай құлағанын көрсетейін деп, құдықтың шетіне келе бергенде, аяғы тайып кетіп, қайтадан құдыққа құлап мерт болады. Қасындағы адамдар бұл жайтты ғалымға айтқанында, ол: бірінші құлағанда оның дүниеде бір кесе несібесі қалып қойған екен ғой. Соны ішкеннен кейін ризық несібесі тамамдалып, қайта құдыққа түсіп қаза болды деп түсіндіреді. Қуған жетпес, бұйырған кетпес деген осы болса керек.